Өткен аптада қаладағы мәдени және демалыс саябағында армян халқының Вардавар мерекесі аталып өтті. Шара барысында ойындар ұйымдастырылып, армян халқының салт дәстүрлері насихатталды. Саябақта демалушы қала тұрғындары да мерекеге атсалысты. 5000 жылдық тарихы бар Вардавар мейрамы армян елінде кеңінен тойланады. Армяндар бұл мерекені ең жақсылыққа балайды. Көктем мен күз мезгілінің орта тұсында тойланатын мейрам орақ науқанының сәтті өтуіне себепкер болады деген сенім бар. Бұл кезде ренжімеу керек, өйткені бұл су тазалықтың белгісі деп есептеледі. Сонан кейін махаббаттың белгісі деп айтып тұрғаным, осы күні жігіттер қыздарына махаббат сезімдерін білдіріп, раушан гүлін сыйлайды. Бұл мерекенің ерекшелігі. Алаңға жиналған халыққа Вардавар мерекесінің мән мазмұны айтылды. Сонан соң мейрам ізгі тілектермен өрілді. Айта кетелік, осыдан бұрын шілде айының демалыс күндерінде орыс татар ұлттарының Иван Купала Сабантой мерекелері де кең көлемде аталып өтті. Ерекше шараға өңірдегі өзге этномәдени бірлестік өкілдері де қатысты. В нашем городе праздник Вардавар. Бұл дәстүрлі мейрамды біз қаламызда соңғы уақытта жыл сайын атап өтудеміз. Вард сөзі армян тілінде раушан гүлінің жапырағы дегенді білдіреді. Гүлдің сабағынан саулаған мол су жан дүниемізде тазартады деген ұғым бар. Өңіріміздегі ұлттар мен ұлыстардың салт дәстүр, әдет ғұрыптарын жандандыруға, төл мерекелерін тойлауға барлық жағдай жасалған.